Дәл қазіргі сәтте мемлекеттік қызметкер мен қызмет алушының арасын ажыратып, ашықтықты қамтамасыз еткен жөн. Әйтпесе, жуып кетсе жеңушынан жалғасқан жемқорлық фактілері байқалады. Мысалы, Жаңаарқа ауданының наркодиспансер маманы өз пациентін наркологияға тәуелді деген есептен алып тастау үшін 100 000 теңге ақша дәметкен. Одан бөлек тағы бір пысықайлар бұрын істі болып сотталғандарға жалған анықтама беріп жұмысқа алмақ болыпты. Қазір полиция департаменттерінде жүргізуші куәлігін беретін орындарда күмәнді іс көп. Сондықтан алдағы уақытта бұл процесс толық халыққа қызмет көрсету орталықтарына беріледі. Таспа болмағаннан кейін мен сізбен бір жерде кездесіп, сөйлесіп, ақша алып, көмектесіп жүруім мүмкін. Ашықтық қамтамасыз етілмеген жерлерде тапсырып жатсаңыз, ол 40-50%-ға дейін көпті өту пайызы. Олар о жақта бір 70%-ға дейін елдер өтіп кетеді, ал қаланың басында арнайы сонда 30-40% өтеді мысалы. Осындай үлкен ерекшелік неге байланысты? Әрине бұл белгілі бір коррупциогендік рискілермен байланысты болуы мүмкін. Қоғамдық тыңдалымның бүгінгі күнтізбесі дәл осы жемқорлық тақырыбына арналып отырғаны бекер емес. Алдағы бірқатар мерекеде алдыға келгеннен сый-сияпат дәмететіндері көп. Жандос Тәрсенов тіпті ұят болса да басқарма мен аудан және қала әкімдеріне сыйлық алмау туралы ескертпе жібергенін айтты. Ескертпені елемегендер жұмыстан қуылады деп қадап айтты ол. Күнделікті облыстарды аралаған кезде, мемлекеттік органдарды аралаған кезде, мына подарка бойынша тұрақты түрде айтып отырамыз. Кейде мемлекеттік органдардың басшыларының кабинетіне кіріп қарайтын уақытқа дейін болып жатады. Тиісінше белгілі бір сыйлықтарды фондқа тапсыру туралы рекомендация беріп жатамыз. Тіпті тұрмыстық жемқорлықпен күрес жүргізуге қарапайым тұрғындарда қауқарлы. Мысалы, бүгінгі күні республика бойынша жемқорлық фактісі туралы ақпарат берген тұрғындарға берілген сыйақының жалпы құны 28 миллион теңгеден асып жығылған. Дәуренбек Бақдәулет, Еркебұлан Тойболдин, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.